Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен фрикадельки тағамының видеосымен бөлісетін боламын. Бізге керегі ең алдымен қайнап тұрған суға картошкамызды аршып, жуып, тазалап, майдалап, турап, тез пісу үшін осылай суға кішкене тұз салып, жай отта қайнатамыз. Пісіріп аламыз. Енді фаршымызға тұз, қара бұрыш және туралған пияз. Пияз майдалап туралған болу керек. Кішкентай бір пияз жетеді. Немесе осындай блендерден өткізіп алуға болады. Қара бұрыш және жақсы көретін приправаларыңыздан азғантай сеуіп, және осындай азғантай сумен, мысалға кішкентай бокалмен түбіне су құйып, болмаса шай кесе болса жарты су құйып, 2 ас қасық сұйық май құйып араластырып, фарштың үстіне құямыз. Үстіне піскен күріш немесе күрішті қайнап тұрған суға жібітіп қойып, кейін суын сорғытып, фарштың үстіне салып, жақсылап араластырып, әбден араластырамыз. Тұзы бәрі еріп, сіңгенше, және осындай домалақ пішіндер жасаймыз. Фарш қолымызға жабыспау үшін алақанымызды сулап аламыз. Бұл жерде ең бастысы, жаңа видеодағыдай, алақанымызға фаршты қатты ұрғылаймыз. Сонда фаршымыз осылай қуырған кезде жарылып, шашылып кетпейді. Жұмыртқа қоспаса да осылай домалақ болып піседі. Қызып тұрған тапаға кішкене май құйып, түбіне ғана май құямыз. Өйткені қазір фарштар қуырылған кезде фарштың да майы шығады. Кішкене май құйған соң, май қызған соң, орташа қатты отта фрикаделькиларды салып, бірінші асты қатты қызарғанша аудармаймыз фрикаделькиді. Асты қатты қызарған соң ғана мына бетіне аударып, ол жағында қызартып қуырамыз. Қызармай тұрып аударсаңыздар, фрикаделькиларыңыз езіліп, пішіндері бұзылады, езіліп, шашылып қалады. Жақсылап барлығын қуырып аламыз. Табаға толтырып барлығын самаймыз. Фрикаделькилар орындары, қашықтықтары алыс болу керек. Араластырғанда солай 2 бөліп, көп болса 3 бөліп қуырып аламыз. Және сол майға пиязды қуырамыз. Оның үстіне бір сәбізді салып қуырып, үстіне 2 ас қасық томатқа мен жобалап су құйдым. Фрикаделькилар батып тұру үшін сразу бірденнен осылай қуырған фрикаделькиларды саламыз. Міне қатты батпау керек, қатты аз болмау керек, осылай көрініп тұру керек, кішкене ғана. Суы көп болса да дәмсіз болып қалады. Суы аз болса, өте құрғақ болып қалады. Он 15 минут қайнаған соң, мына бетін аударғаны өте жақсы, өйткені барлық жері толық пісіп жетуіне көздеріңіз жетеді. Тұзын көріп, тұзын барлығын дұрыстап қоясыздар. Мына бетін аударғаннан кейін, тағы 15-20 минут қайнаса жеткілікті. Фарш тез піседі. Енді піскен картошкамыздың үстіне сары майымызды, сүтімізді, тұзымызды салып, шобалап еземіз. Жақсылап езіп, пюре дайындаймыз. Осымен тағамымыз дайын. Пюренің үстіне фрикаделькиларды салып ұсынуға болады. Немесе бөлек ыдысқа күрішті өзін қайнатып, күріштің үстіне де салып беруге болады. Кез келген
немесе макаронның үстіне де салуға да болады. Өзіңіз қалауыңызша. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер, оңай тағам. Әрі балаларда жақсы көріп, өте жақсы жейді. Егер де жасап жатсаңыздар, комментарийда менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, парақшаға тіркеліп отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.